Сәлем қолданушы, бүгін біз diplom.deshti.kz сайтында қалай дипломдық жұмыс жазу керектігін туралы сіздерге үйрететін боламын. Интерфейспен танысу бойынша бізде қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілінде интерфейс жасалған. Бұл жерде ең басты жұмыстар, бұл жерде жұмыс түрі, реферат, жоба, курстық жұмыс, бакалаврлық, дипломдық, магистрлік диссертация, докторлық диссертация және жұмыстың тілі, орыс, қазақ, ағылшын, өзбек, қырғыз және тәжік тілдерінде. Жұмыстың тақырыбы және мазмұндар бойынша. Ендігі кезекте біз мысал бойынша, біздің мысалдағы осы основа эффективного обслуживания осы двигатель бойынша қояйық. Жұмыстың тақырыбына біздің тақырыбымызды қоямыз, вставить етіп. Міндетті түрде символдардың дұрыстығын тексеріңіз, өйткені бір дұрыс символ болмаса, оны жасын интеллект дұрыс салмай қалады. Мазмұн бойынша бізде екі түрлі таңдау бар. Құрылымы автомат түрде жасайды және бөлімдерді, тармақтарды өзім енгіземін деген. Егер де сізде бірінші бөлім бірде бір, бірде екі, онан екінші бөлім деген сияқты бөлімдер болатын болса, оларды құрастырсаңыз болады. Бұл жерде бір нүкте деп жазудың керек жоқ. Тек қана бірінші бөлімдің атын жазасыз, мысалға текст 1 дейін. Және де бірінші бөлім текст тағы. Дәл солай 1-2, 1-3 қоса береді. Яғни алдына цифр нөмірін жазудың керегі жоқ. Одан кейін екінші бөлім қосуға болады, оған да бөлімше. Кіріспе, қорытынды, аннотация сияқты бөлімдерді бұл жерге жазудың керегі жоқ. Бұл жер автомат түрде олардың барлығын енгізеді. Ол сізді бұл жерде тек қана сол бөлімдер мен бөлімшелердің тармақтарды жазу. Мен мысал ретінде құрылымды автомат түрде өңдеуді таңдаймын, реферат таңдаймын, өйткені тезірек жасалады. Орташа уақыты реферат 1 мен 3 минут, жоба 1-3 минут, курстық 1 минут немесе 3 минут, бакалавр, магистрация және докторлық диссертациялар 5 минуттан 10 минутқа дейін жұмыстың уақытын алады. Жұмысты генерациялауды басамын. Генерация жүріп жатыр. Және мен жерде қанша уақыт алғанын көрсетеді және қанша уақыт қалғанын. Осының барлығын күтеміз. Біздің жұмысымыз дайын. Жұмыс төмендегі тарихқа сақталды. Яғни осы жерге осы жерден бізде толық нұсқаны жүктеу және демо нұсқаны жүктеу деген болады. Демо нұсқасын жүктесек, бізде тегін нұсқасы, және бұл жерде сіз қысқаша ақпараттарды ала аласыз. Қысқаша ақпарат дегеніміз ол, яғни бірінші, екінші бөлімге дейінгілердің ақпараттары, қалғандары бізде осылай сізде жабық тұрады, сіз көрінбейді. Ал толық нәрсесін алу үшін біз толық жұмысты жүктеуіміз керек. Толық нұсқаны жүктеуді басамыз. Бұл жерде бізде төлем сұрайды, қандай тауар және де қандай сомаға. Барлық деректерді таңдағаннан кейін, жазғаннан кейін оплатить батырмасын басасыз. Картаңызда міндетті түрде интернет абылады ашық тұру керек. Барлығы өткеннен кейін автомат түрде сізге жұмыс жүктеледі. Жұмыс жүктелгеннен кейін, егер де сіздің Word-ыңыз көне болса, бұл жерде разрешить редактировать деген болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Егер болса, разрешить редактировать басамыз және жұмыспен таныса бастаймыз. Тақырыбы, орындады және жетекшісі, аннотация, кілтті сөздер және де мазмұны. Бұл жерде кіріспе бірінші бөлім жасаған және екінші бөлімнен 2-1-2-2-2-3 бөлімдерін жасаған. Осылайша кіріспені, бірінші бөлімді, суреттерін қосып береді бізге, белгілі бір тақырып бойынша кестелер жасап береді, графиктер жасап береді. Және де жұмыстардың арасында бізде осындай сілтемелер қойып береді. Сілтемелер қойып бергеннен кейін оның барлығы осы түрде
қай жақтан алынғанын көрсететін бізде список литература жасап береді. Яғни сізге барлық ақпаратты дайындап береді, сізге қалады бұны норма контрольге келтіру және өзіңіздің қосатын нәрселеріңізді қосу.